Сәлеметсіз бе? Менің есімім Меруерт, мен сіздің кеңесшіңізбін. Біздің салымшыларымыздың жинақтары жыл сайын 20%-ға өсетінін білесіздер ме? Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары жыл бойы жинаған қаражатына 20% көлеміндегі мемлекет сыйлықақысын алатын Қазақстандағы жалғыз банк. Ең жоғарғы мемлекет сыйлықақысы бір жыл ішіндегі 200 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жинаққа қосылады. 2019 жылы 101 мың теңгені құрайтын ең жоғарғы мемлекет сыйлықақысы 505 мың теңгеге және одан көп жинаққа қосылады. Ал депозитіңізді жыл ішіндегі қай аралықта және қалай толтырғаныңыз маңызды емес. Мемлекет сыйлықақысы жыл сайын күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша есептеледі де, келесі жылдың 1-ші тоқсанында барлық депозиттерге бір уақытта аударылады. Ал бір жылдың ішінде жинаған ақшаңыз 200 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, онда мемлекеттік сыйлықақы берілмеген жинағыңыз келесі жыл ескерілетін болады. Бір салымшының атында бірнеше депозит болуы мүмкін, алайда мемлекет сыйлықақысы соның тек біреуіне ғана аударылады. Сіз отбасылық пакетті пайдалана отырып, сыйлықақының көлемін арттыра аласыз. Ол үшін бірнеше отбасы мүшелеріне депозиттер ашыңыз. Сонда мемлекеттік сыйлықақы депозиттердің әрқайсысына берілетін болады. Займ алудың алдында сіз барлық отбасы мүшелерінің сыйлықақыларын сақтай отырып, отбасылық пакет аясындағы депозиттерді бір салымға біріктіріп, ортақ тұрғын үй займын ала аласыз. Отбасылық пакетті барлық жақын туыстар, яғни ерлі-зайыптылар, ата-аналар, балалар және бауырлар пайдалана алады. Мемлекет сыйлықақысы қандай жағдайларда бюджетке қайтарылады? Біріншіден, егер салымшы займды тұрғын үй жағдайларын жақсарту мақсаттарына пайдаланбаса. Ал екіншіден, салымшы 3 жылдан аз мерзім ішінде ақшаны жинап, депозиттің шартын мерзімінен бұрын бұзған жағдайда.